Енді осы оюлардың барлығы тігілген детальдарды бір-біріне осылай біріктіріп тігетін боламыз. Барлығы да тігіліп болды. Енді осының ең астыңғы жағынан бастап жоғары қарай тігеміз. Қараңыздар, біз алдында сызып алған болатынбыз, осы сызылған сызық бойымен жоғары қарай тігіп шығамыз. Енді осы жерге закрепка береміз. Төменге қарай соңына дейін матаны бірдей етіп ұшын ұстап отырамыз. Осы жиектерінде тігістерін, маталардың жиегін бір-біріне бірдей етіп сәйкестендіріп ұстап отырамыз. Соңына дейін осылай тігіп аламыз. Енді қараңыздар, осылай тігіп болғаннан кейін ашып қараймыз. Оюларының барлығы бір-біріне сәйкес келуі қажет, және тігістерінің барлығы аккуратны шығуы қажет. Келесі қиықты да осылай тура жаңа қалай тіктік, солайынан бірдей етіп тігіп шығамыз. Қалған бөліктердің барлығын дәл осылай қиямыз. Осылай бір-біріне сәйкестендіріп, оюларын, жиектерін барлығын бір-біріне сәйкестендіріп тігіп шығамыз. Қараңыздар, барлығын осылай тіктік, астарды да дәл осылай тігіп шығатын боламыз. Енді тігіп болғаннан кейін біздің мынау дулығамыздың сыртын қаптау үшін осылай кигізіп көреміз, қалай болып тұр. Егер матада артық болып тұрған жерлер болатын болса, дәл сол жерді өлшеп қайтадан тігіп тастаймыз. Енді мынау бос болып тұрғандықтан қаптаған кезде осылай бұрыштары айниды кішкене. Ол айнымас үшін осылай инеменен қыстырып аламыз. Ал егерде дулыға қатты болып формасын ұстап тұрса, онда спокойно мата өз орнына келетін еді. Астыңғы жағына мына осылай қаптаймыз. Арт жағын ең соңында зигзагпен тігіп сыртынан кигізе салатын боламыз. Оюларды, жанына қоятын шашақтарды, дулығаның жанында тұратын, бетке тұратын деталін тоже барлығы қалай тұрады, бір сыпыра қойып көреміз, қалай шығады. Ұнамай тұрған жері болса өзгертсек болады. Енді жоғарғы жағында сіздерде лекалада берілген осындай бөлшек бар, соны фетрдан қырқып аламыз. Ал төбесінде шашақ ретінде осындай эко-кожа матасынан 20-20 етіп кесіп алдым көлемін. Міне осылай кесіп алып, тура осы аралықтың артық бөліктерінің барлығын кесіп тастаймыз, осындай керек емес шеттерін. Одан кейінгі жоғары жағында 10 см көлемді қалдырып, қалғанның барлығын осылай жіңішке етіп кесеміз. 0,7-0,8 мм арақашықтықтан кесіп шықтым. Одан кейін сіздерде берілген лекала бойынша осылай чұқа фетрдің бетіне кәдімгі біздің лазер матамыз бар ғой, оюдың үлгісіндегі. Соған дублерден жабыстырылған бөлігін осылай жабыстырып алдым. Шетіндегі артық керек емес детальдарды шығып көрініп тұрған маталардың барлығын осылай кесіп алып тастаймыз. Міне бұрыштарының барлығын осылайнан кесіп алып тастаймыз. Мына шетке осылайнан біз моншақты тігіп қоятын боламыз. Ал енді жиегінің барлығына айналдыра сәндік тігіс түсіреміз. Бір қатар түсірсеңіз де болады, немесе екі қатарда. Жоғарғы жағындағы бөліктердің барлығын осылай біріктіріп, бұған зигзаг тігісімен тігіп шығатын боламыз. Артық шетіндегі керек емес болып тұрған матаны ода да кесіп алып тастаймыз. Мына жиегін тіккен кезде 0,1 мм осылай тігіп алдым. Бірінші бір қатар. Сосын тағы да әдемі болып көріну үшін екінші реттік сәндік тігісін тағы тігіп шықтым. Міне осылай қайталап, тура мына лапканың жиегін матаның жиегіне сәйкестендіріп қойып отырып тігіп шығамыз. Сол кезде тігістердің арақашықтығы да жиегі де бірдей болып шығады. Міне қараңыздар. Осылай бұрыштарын сәйкестендіріп, бұрыш етіп шығарып, айналдыра соңына дейін тігеміз. Екінші детальді да дәл осылай тігіп аламыз. Ал мына жерге осылай моншақ тігіп қоятын боламыз. Міне дайын болды. Енді жоғарыдағы төбедегі кішкентай бұрыш, яғни бұл да сәндік үшін пайдаланылады. Бұны зигзагпен бір-біріне біріктіретін боламыз. Міне осылай зигзагтың екі шетіне міндетті түрде закрепка береміз. Араларын максимально жақындатып осылай тігіп аламыз. Келесі бөлігінде дәл солай тігіп шығамыз. Барлық бөліктерін осылай бір-біріне біріктіреміз. Мынау біріктіріп болғаннан кейін керек емес артық болып шығып тұрған жіптердің барлығын кесіп алып тастаймыз. Жоғарғы жағында барлығын. Сосын осылай бүктеп, осы аралықты да зигзагпенен тігіп аламыз. Міне осы аралықты да зигзагпен тігіп шығамыз. Енді бұл біздің дулығаның төбесіне осылайынан кигізіліп тұрады. Кигізілген кезде
ол біздің мына үшбұрыш болып тұрған деңгейге дейінгі аралыққа жетіп тұруы қажет. Мына осылайынан кигізіп көреміз қалай шыққандығын, өте әдемі. Енді бұның ары қарай сәндеу жұмыстарына кіріссек болады. Екі шетінде форма баланың бетіне кигізіп тұрып өлшеп алсақ та болады. Қай жеріне қойған әдемі көрінетін. Енді мынау астыңғы жағын айналдыра тігіп шығамыз. Оны осылай машинкамен тігіп шықсақ болады. Бұл тігісті біздің мынау матамыз сырғып кетпес үшін, жылжып кетпес үшін міндетті түрде осылай тігіп аламыз. Барлық деталінің бөлігіне бірдей етіп. Тігіп болғаннан кейін мынау суши таяқшасы бар ғой, соны тура ортасынан екіге бөлдім. Сосын мынау біздің кесіп дайындаған дулығаның төбесіндегі шашағын дайындаймыз. Оған осындай пистолет клейменен осылайынан жабыстырып аламыз бірінші таяқшаны. Одан кейін кішкене клей жағып, домалақ етіп, тығыз етіп ораймыз. Ары қарай соңына дейін осылай тығыз етіп орап шығамыз. Мына клейді осылайынан жағып, соңына дейін орап аламыз. Егер бұл формасы қатты қалың болып кетеді, маған жіңішке болған қажет десеңіз, артық керек емес жерін кесіп алып тастасаңыз болады. Мін соңына дейін осылай істедік. Ең соңында мынау ашық болып тұрған жерлердің барлығына клеймен жұқалап жағып, жабыстырып, теңестіріп тастаймыз. Енді осыны біз мынау сәндеп тұрған бөлікке апарып біріктіруіміз қажет. Жалпы көрінісі осылай тұрады. Мына бірінші сәндік болып тұрған төбедегі детальдің іш жағына қарай осылай кіргізіп аламыз. Примерно өзімізге қажетті биіктікті жоғары қарай қалдырсақ болады. Енді мынау тұрған дулығаның өзіне жоғары жағына кіргіземіз. Бұл бізде сырғып, жан-жаққа айнып кетпес үшін, өзінің формасын беріп ұстап тұру үшін міндетті түрде осылай бірінші дұрыстап қалай тұрған ыңғайлы өзімізге белгілеп аламыз. Одан кейін екіншіден ыстық клейдің көмегімен мынау жоғарыдағыны жабыстырып тастаймыз. Айналдыра қол тігісімен тігіп шығуға да болады, немесе осылай клеймен жабыстыра салсаңыздар болады. Клеймен жабыстырған оңай, аз уақыт қана алады. Ал егер тігетін болсаңыздар, ұзақ уақыттарыңызды алады. Міне осылайынан жабыстырып аламыз. Толығымен осылай айналдырып жабыстырып шығамыз барлық жағына. Сонда біздің дулығаның төбесі ешқайда сырғып кетпейтін болады. Ал мынау төбесіндегі шашақ болып тұрған бөлігі ол түсіп кетпес үшін міндетті түрде астыңғы жағынан тағы да дулығаға бекітеміз. Міне осылай айналдыра шет-шетінің барлығына клей құйып аламыз. Сол клейдің көмегімен мықтап жабыстырып шығамыз. Ең соңында мына ортасындағы бөлікке, бұл жерге біз астар бөлікті осылай жабыстырып аламыз. Сонда біздің астарымыз төмен қарай сырғып кетпейтін болады, жоғары жақта мықтап ұстап тұратын болады. Мына жиегінің барлығын осы тігіске сәйкестендіріп, осылай айналдыра қаптап аламыз. Осылай қаптап болып, бұны да айналдыра түзу тігіспен бір тігіп аламыз. Себебі астарда негізгі бөлікке әдемі болып қатуы қажет. Осылай тікпес бұрын, мен астарды тікпес бұрын негізгі сәндейтін моншақтарды дулығаға тігіп алдым. Қарасаңыздар, моншақтың біздің элементтерімізді, моншақты барлығын тігіп алдым. Содан кейін барып қаптадым. Сонда астыңғы жағын ашқан кезде бір тегіс әдемі көрінеді. Ал егер жоқ, толық біткеннен кейін тігем десеңіз де, ондай да жағдайда болады. Міне толығыменен тігіп алдық. Артық болып шығып тұрған астарды осылай кесіп алып тастаймыз, тура тігістің жиегімен. Толық тігіп болғаннан кейін енді осы негізгі маңдайшаға тігілетін детальді, белдікше дейміз бе, деталь дейміз бе, осыны үстіңгі жағын осылай зигзагпенен бастырып тігеміз. Жақсылап зигзагтап бір-біріне біріктіріп тігіп аламыз. Мына. Енді осыны қоюымыз қажет. Бұны қою үшін біз маңдайшада тұратын, екі бет бөлігінде тұратын детальді қай жерімізге ыңғайлы тұрады, соған қондырып, оны да қолмен немесе машинкамен бастырып тігіп аламыз. Мына екі шетіндегі тұрған детальді. Енді осы екі шетіндегі детальді өзіміз қалағандай етіп
тігіп алдық. Мына жерде менде кішкене ілінбей қалған, ол қазір мына астыңғы жақтағы мынау тігістерді жауып кетеді. Сыртынан осылай кигізіп қаптаймыз. Міне осы жиектерінің барлығын бірдей етіп қойып аламыз. Сосын бұл маңдайшамыздың шиектерін барлығын айналдыра қолмен тігіп дулығаға бекітіп тастасақ болады. Тура алдыңғы бөлігіне осылай келтірдім. Мына жер міне осылайынан тігіліп кететін болады. Мына жиектерінің барлығын бірдей етіп, бір-біріне сәйкестендіріп, жиектерінің барлығын айналдыра көктеп тігіп шықсақ болады. Сонда біздің астарымыз әдемі, сыртқы бөлігі де барлығы әдемі болып тұрады. Осыменен жалпы дулығамыз аяқталды. Ал егер осындай сәндіктер, әшекей тастары жетіспейді дейтін болсаңыздар, кейіннен толықтырып өздеріңіздің қалаған вариант бойынша сәндесеңіздер болады.